Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сүтті неге 30 жасқа дейін ішу керек дейді? Сіз білесіз бе? Білмесеңіз, соңына дейін көріңіздер. Ғалымдар әлем бойынша 400 мың ересек адамды 28 жыл бойы бақылап, зерттеу жүргізді. Сонда бәрінен де сүтті аз ішкен, немесе мүлде тұтынбаған адамдарға қарағанда көп сүт ішкендер жүрек, инфаркт секілді ауруларға аз ұшыраған. Бірақ әлемде гормондардан туындаған қатерлі ісік ауруларының өсуі байқалады. Ал сиыр сүті реттелмеген клеткалық бөлінуді тудыра алатын эстрогеннің және инсулин тәрізді факторлардың өсуінің көзі болып табылады. Екінші жағынан, кеуде қатерлі ісігі немесе простата безі мен сүттің арасындағы тәуелділік басқа жануарлардан алынатын өнімдердің, әсіресе қызыл еттің артық мөлшерде тұтынылуының әсерін жоққа шығаратын болса, нөлге жетеді. Тағы да мынадай деректер бар. Сүт ішу жатыр қатерлі ісігінің қаупін арттырады. Бірақ бір уақытта жиі кездесетін анальды каналдың қатерлі ісігіне шалдығу қаупін төмендетеді. Қазіргі уақытта сүт тұтыну мен бірінші типтегі диабеттің арасындағы тәуелдікті растайтын дәлел жоқ. Халықтың шамамен 70% бір деңгейде лактозаны көтере алмайды. Ал бұл сүт ішетіндерге қиындық тудыруы мүмкін. Бірақ олар құрамында лактоза аз сүтті іше алады. Оның үстіне ірімшік пен йогуртта лактоза айтарлықтай аз болады. Сондықтан оларды тұтынуда ешқандай қиындық туындамайды. Күніне 2 стақаннан көп сүт ішетін әйелдердің сүйек сынығына көп ұшырайтыны анықталды. Сүт мүлдем қайшы өнімдерге жатады. Өздеріңіз білетіндей, 30 жастан кейін адамдарға қабылдау ақылға қонымды емес. Себебі асқазанның бұзылуы мүмкін. Бұл мәселе қарапайым емес. Өйткені көптеген адамдар сүттің барлық өмірін тұтынады және оны дәрі-дәрмектерді жақсы алмастыратын өнімге сілтейді. Сүттің пайдасы мен зияны қандай екенін түсіну керек. Сүт тағамдарының құрамындағы дәрумендер рөлі. А дәрумені. Адам ағзасының дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін және көз қарағылығын арттырады. Д дәрумені. Сүйек ұлпасының мықты болуына әсер етеді. Жас балаларды мешел ауруынан сақтайды. В1 дәрумені. Адам ағзасына күш-қуат береді. Жүйке жүйесінің дұрыс қалыптасуын және ас қорыту процесін жақсартады. В2 дәрумені. Ағзаның бір қалыпты өсуіне қажет дәрумен. Көздің жақсы көру қабілетін сақтайды. В6 дәрумені. Баланың бойы өсуіне әсер етеді, қан мөлшерін реттейді. В12 дәрумені. Қанның пайда болу процесіне қатысады, анемия ауруына қарсы тұратын қасиетті қалыптастырады. Е дәрумені. Адам бұлшықеттерінің және жыныс бездерінің қызметін жақсартады. Сүт ішерде осы кеңесімізді ескеріңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.